Иммунитетіңіз төмендеп, әлсіреп, түрлі инфекцияларды тез жұқтырып алып жатырсыз ба? Иммунитеті төмен адамдарға ауру үйір келеді, ал иммунитетті қалай жақсартуға болады? Бұл туралы видеомызда толық тарқатып айтатын боламыз. Дене шынықтырумен айналысу мықты денсаулыққа бірінші қадам. Әлсіз адам жиі серуендеу керек. Жаяу жүру дене шынықтырудың ішіндегі ең қолжетімдісі. Бұл ретте дүкеннен дүкенге жаяу жүріп уақыт өлтіру есептелмейді. Серуенді асықпай, таза ауада өткізу керек. Ойыңызды табиғатқа бөліп, қоршаған ортаның сұлулығын тамашалаңыз. Жылдам жүру. Ағзаға аздап күш түсірсеңіз, сіздің дене қимылыңызға байланысты қан жүгіріп, ағзаңызға оттегі тарайды. Ағзадағы зат алмасу жылдамдап, тотығу, түзелу жаңаланып, көңіл күйіңіз көтеріледі. Яғни көңіл күй жақсарса, иммунитет те көтеріледі. Бірінші күні 1 шақырым, мұнан кейін күндегісін күніге бұл қашықтықтан 5 шақырымға дейін жеткізу керек. Қалалық жағдайда жұмысқа дейін немесе жұмыстан кейін 1-2 аялдама жылдам жаяу жүрсеңіз жеткілікті. Иммунитетті көтеру үшін таза ауада серуендеуден гөрі жылдам жүру пайдалырақ. Салқын сумен жуыну. Иммунитетті көтерудің бұл түрінде ақырындап бастаған жөн. Алдымен аяқтарыңыздан бастап салқын су құйыныңыз. Сосын белден төмен қарай, сосын иықтан төмен қарай. Ең соңында төбеден бастап төмен қарай салқын сумен құйыныңыз. Алғашқында 1-2 рет жуынып, уақыт өте көбейтіңіз. Спортпен шұғылдану, фитнеске, биге қатысу иммунитетті көтерумен бірге тәніңіздің сұлулығын сақтауға және сұлулана түсуіне көп ықпалын тигізеді. Құнарлы ас ішу, тамақтану арқылы да иммунитетті нығайтуға болады. Ішетін тағамыңыз табиғи дәрумендерге бай болуы қажет. Олар жеміс-жидек, көкөністер, бал, ет және тағы басқа. Қанты көп тағамдар және қуырылып дайындалған тағамдарды аз пайдаланғаныңыз жөн. Өйткені ол тағамдарды қорыту үшін ағзадағы пайдалы заттар жұмсалады. Тиісінше иммунитет әлсірейді. Пайдалы тұнбалар пайдаланыңыз. Иммунитетті нығайту үшін әртүрлі шөптердің жапырақтары мен тамырларынан алынатын тұнбалар және шырындар бар. Олар тамыр дәрісі, женшен, Қытай лимончасы және лимон қосылған көк шай, итмұрын шырыны. Күлкі. Иммунитетіңіз мықты болсын десеңіз, барлық уақытта күліп, көңілді жүріңіз. Күлкі иммунитетті көтерудің ең керемет әдісі. Сен әлемге күлімдесең, әлем саған күлімдейді. Сондықтан иммунитетім жоқ, мен әлсіреп жүрмін деген ойды өшіріп, иммунитетті өзіңіз қалыптастырыңыз. Ал табиғат сізге қаншама иммунитет көтеруге мүмкіндік беріп отыр. Пайдаланыңыз. Дұрыс ұйқы. Иммунитетті арттырудың ең қарапайым және айқын жолы дұрыс ұйқы. Ұйқы дұрыс емес болған жағдайда жиі ауырып, мазаңыз қашады. Ұйқыға жатар кезде оянар уақытыңыз 7 не 8 сағат болғаны жөн. Аталған кеңестерді пайдалана отырып, иммунитетіңізді көтеріңіз. Себебі деніңіз сау болса, ісіңіз алға басып, көңіліңіз тыныш болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.